Құрметті тыңдармандар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Айша отбасының ерке қызы, әрқашан ата-анасының талабын жоғары қояды. Айшаның екі ағасы, бір інісі бар. Отбасының ерке қызы, құрбы-құрдастарына сыйлы. Асхат пен Жазира бай ауқатты болса да, балаларына жақсы тәрбие берген. Үлкен ағасы Әнуар мен жеңгесі Гүлнұр да Айша десе, ішкен астарын жерге қояды. Екеуінің екі ұлы бар. Жеңгесі қызды армандайды. Екінші ағасы Арман Айшадан 2 жасқа үлкен. Сонда да қарындасына үнемі қамқор болып жүреді. Інісі Әлтайыр болса, әпкесінің бір сөзін екетпейді. Айша мектепті қызылға бітірді. Оны құттықтап туған туысқандары жиналды. Айша көрімдіктер мен сыйлықтардың астында қалды. Әкесінің бауыры Ерсін мен әйелі Әлима оған көлік кілтін сыйлады. Айша жан, бізден саған көрімдікке көлік игіліңе міне ғой. Жолда байлап жүруді ұмытпағайсың. Жақсы, аға жеңге, көп рахмет сіздерге. Жаным Айша жан, сені біз өз қызымыздай көреміз. Айшаның анасы Раушан қайны мен келіне аздап ренішін білдірді. Екеуің Айшаны қатты еркелетіп жібердіңдер. Туған күні болса, небір қымбат сыйлықтар. Жаңа ғана оқу бітірген оқушыға мынау енді артық сыйлық емес пе? Анасы, несі артық? Олар бөтен емес, ағасы мен жеңгесі. Айшаның көлік жүргізуге правасы да бар. Қазір мінбеген көлікті қашан мінеді деп, бауырын қорғай сөйледі Асхат. Жақсы отағасы, мен тек қызымызды ойлап айтқаным ғой. Осылайша туған күн әрі қарай жалғасын тапты. Енді жоғарғы оқу орнын таңдап, оқуға түсу арманы. Әне-міне дегенше армандаған оқуына да түсті. 3 курсты өте жақсы бағамен аяқтады. Анасы мен әкесі оны бар жағдайымен қамтамасыз еткен. Не кием, не ішем демейді. Ал құрбы қыздар болса оған қызғана да қарайтын. 4 курста басталды. Сабақ барған сайын күрделі болып қиындай берді. Бірақ Айша оқуы мен хоббиін қатар алып жүрді. Бала күннен бері құрбысы Рая екеуі бос уақыттарында бимен айналысатын. Көптеген конкурстарда, жүлделі орындарда алып жүрген болатын. Бүгін екеуі биге келсе, ұстаздары Жамила жоқ. Орнында басқа ер адам. Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсіз бе? Келіңдер, кіріңдер. Сендерге өзімді таныстырып өтейін. Есімім Кенжебек. Сендердің жаңа ұстаздарың боламын. Жамила Жандосовна іс-сапармен басқа қалаларды аралайды. Сол себепті алдағы жарты жыл сендермен мен жұмыс жасаймын. Ендеше танысуды бастайық. Барлық топтағы қыздар өздерін таныстырып өтті. Қыздар, бүгін біз жаңа би үйренеміз. Сондықтан белсенді болып, айтқанымды орындаңдар. Жақсы ағай деп Ақсәуле қатты айтып қалды. Қыздар болса, Ақсәулеге саған не болды? Ағай ұнап қалды ма деп қалжыңдап қояды. Осылайша қыздар би үйрену барысында біраз қиналды. Бидің қойылымдары бұрынғыдан күрделі екен. Ағай болса, бүгін 1-ші күн, сол себепті мұндай қиындықтар болып тұрады. Ертең бүгінгіден де жақсы билейтін боласыңдар. Я ағай, рас айтасыз деп қалды Рая. Осылай бүгінгі күндері де өтті. Көлікте келе жатқанда Рая құрбысымен өзінің ерекше әсермен бөлісті. Айша, сенесің бе? Ағай маған қатты ұнап қалды. Бір көргеннен ғашық болу бар сияқты. Расымен де. Шіркін, қызы бар мекен, бірақ мен үшін маңызды емес. Ең алдымен ағай туралы ақпарат жинап аламын. Қызау, сен шын айтып тұрсың ба?
Әлде қалжыңың ба бұл? Бүгін ғана көрген ағайды несі қалжың? Маған біреуді ұнатуға болмай ма? Сені білмеймін, мен өзім бір көргеннен болатын махаббатқа сенемін. Махаббат деп есіңнен айырылап жүрме. Қазір бізге тек қана сабақты ойлап армандаған маман болуымыз керек. Оның үстіне ағай бізден біраз үлкен шығар. Қайдағыны ойлама. Қойшы сен, көресің әлі. Ағайдың қызы болмаса, онда мен боламын. Тіпті оның болашақ жары болуға дайынмын. Мен үшін оқу, жұмыс маңызды емес. Көп қуып кетпе деп күліп қойды Айша. Осылай екеуі үйлеріне қайтты. Рая болса үйге келісімен ағай туралы ақпаратты Инстаграмнан іздеп тапты. Ағай үйленбеген екен, қызы да жоқ сияқты. Фотоларын соңына дейін қарап, Рая өзі ойлағандай болғанына қуанды. Ағай өзінен 6 жасқа үлкен екен. Ертесіне әдеміленіп, сәнденіп, бар жақсы киімін киіп биге келді. Ағай, қалыңыз қалай? Тамаша. Ал қыздар, биімізді бастайық. Кім жоқ топта? Ағай, Айша кешігіп келемін деді. Жақсы. Рая ендеше, қыздар, биімізді бастайық. Біраз уақытта кейін Айша келді. Ағай, кешіріңіз, кіруге бола ма? Бір жұмыстармен кешігіп қалдым. Айша, ол қандай жұмыс? Біз ендігі билеп қойдық. Сен кішкене кешігеді деп еді. Меніңше, саған бүгін мүлдем келмей қою керек еді. Қыздар, естеріңде болсын, әрқашан уақытылы келуіміз керек. Айша сияқты кешігіп жүрмеңдер. Бұл тек жауапсыздық, басқа адамдардың уақытын бағаламау. Ағай, неге сонша ұрсасыз? Мен сізге айттым ғой, жеке жұмыстарыммен деп, қандай жұмыс екенін сіздің білуіңіз міндетті емес деп ойлаймын. Сен неге бұлай сөйлесің? Ұстазыңа не қылған? Сөз қайтару? Бұл не сұмдық? Мен сізге сөз қайтарып тұрған жоқпын. Жағдайды түсіндіріп тұрмын. Ағай, Айшаны кешіріңіз. Ол бауырының мерекелік концертіне барып кешігіп қалды деді Рая. Айша, осылай жағдайыңды түсіндіріп айтсаң, қиын ба? Қиын емес. Бірақ сіз мені көрген бойда айғайлап шықтыңыз. Мен саған айғайламадым, өзің маған сөз қайтардың. Жарайды. Енді қайталанбасын. Жақсы. Айша іштей ашулы болды, бірақ сыртқа шығармауға тырысты. Ағай, сіздікі дұрыс. Айша, бір сен үшін маған жалғыз билеуге тура келді деп сөзге араласты Ақсәуле. Ақсәуле, отқа май құймай тыныштал. Жағдайдан хабардар болдың ғой. Енді саған не керек? Бір түрлі адамсың деп құрбысы қорғады Рая. Я, өткені өтті. Қыздар, бір-бірлеріңе реніштеріңді басыңдар, үйлеріңе қайтуларыңа болады. Ертеңге дейін, ертең уақытылы келіңдер, кешікпеңдер. Жарайды ағай, ертең біз кешікпей бірге билейміз. Сондықтан алаңдамаңыз деп күлімдеді Рая. Ағай да оған жымиды. Бүгін Айша күні бойы көңілсіз. Ол алғаш рет біреуден ұрыс естіген еді. Кино көрсе де көңілін еш нәрсемен жұбата алмады. Телефонына Раядан хабарлама келген екен. Айша, қалың қалай? Ертең кешікпей барайық. Өзің де көрдің, Ақсәуленің қылығын, ол мүмкіндікті ешқашан жібермейді. Хатты оқып, жауап жазды. Рая, мен Ақсәулеге емес, жаңадан келген ағайға ашулымын. Қалай ғана бүгін келе салып, ұрысуға дайын тұр. Жарайды, кешіктім, бірақ әдейі істемедім. Түсінсе болады ғой. Раядан жауап келді. Қалай сені түсінсін? Ақсәуле күні бойы қайта-қайта ағайдың есін шығарды. Ол аздай сенің орныңа ағайға Ақсәулемен билеуге тура келді. Байқаймын, Ақсәуленің де ағайда ойы бар сияқты. Ағайдан өзімен билеуін өтініп қоймай қойды. Амалы жоқ, екеуінің бірге билегенін көруге тура келді. Оның орнында мен билегенде, шіркін,
Жағдайды енді түсінген шығарсың. Менің сүйікті ағайыма ренжімей, жақсылап тынық. Ертең бізде жаңа күн. Нақты айтқанда мен үшін. Ағайды өзіме ғашық қылу операциясы басталды. Бетіңнен сүйдім деп күлген смайликтер жіберді. Айша да еріксіз күліп жіберді. Сен де қоймайды екенсің. Ісіңе сәттілік, бірақ өтінем, асықпа, қайырлы түн деп Айша да смайлик жіберді. Ертесіне Айша университетте көліктен түсіп келе жатып, кілтін түсіріп алғанын байқамады. Артынан бір жігіт кілтін әкеліп берді. Тоқтаңыз, кілтіңізді түсіріп алдыңыз. Мен ба? Қалай? Ой, қалтамда болған сияқты еді. Қалай байқамай қалдым. Көп рахмет. Оқасы жоқ. Айша рахметін айтып, әрі қарай универге кіріп кетті. Университеттегі группаластарымен амандасып, құрбысы Ақботаның жанына отырды. Қалайсың, Айша? Жақсы, өзіңше. Өте жақсы. Сен естідің бе? Бүгін бізге жаңа студент келеді екен. Кім айтты? Жаңа ғана куратор айтты. Екеуі осылай әңгімелесіп отырғанда куратор мен жаңа студент келді. Танысып қойыңдар. Біздің топта жаңа студент. Есімі Жанаділ Әмірұлы. Барлық қыздар оның келбетіне тәнті болып отыр. Оның ішінде Ақбота да бар. Жанаділ барлық топтағы қыз жігіттермен танысты. Айшамен танысқанда ерекше сезімде болды. Бейне бір бойын тоғырғандай сезім. Сен осы топта оқисың ба? Я, есімім Айша. Айша біздің староста деп сөз арасына қосылды Ақбота. Сен мен бағана кездестік емес пе? Я, дәл солай. Тағы да рахмет. Оқасы жоқ. Мүмкін таныстық құрметіне менімен түстен кейін тамақтанарсың. Жоқ, мен бүгін тамақтана алмаймын. Басқа бір күні тамақтанармыз. Неге? Досыммен тамақтанамыз деп келісіп қойғанмын. Кейінге қалдырсаң болмай ма? Таныстық үшін бүгін бәріміз кафеге барайық. Мен қарсы емеспін, деді Ақбота. Бізде, деді топтағы барлығы. Айша болса, досыммен келісіп қойғанмын. Кейінге қалдыра алмаймын. Кейін тағы отырармыз, деді. Жақсы. Айша, келесіде міндетті түрде барасың. Жақсы. Сабақтан кейін бірге тамақтануға Айшаның сыныптасы әрі ең жақын досы Ержан келді. Айша, қалың қалай? Бүгінгі күнің қалай өтті? Бәрі тамаша. Сенде? Менде де бәрі жақсы. Керемет. Бір жерден орын алып қойдым. Тезірек барайық. Жақсы. Неге әуре болдың? Бұрынғы жерлерде жақсы еді ғой. Бір жердің тамағын ішіп жеп жүре береміз бе? Басқа жерді де көрейік деп күлді Ержан. Жақсы. Айтқаныңыз болсын, Жан. Айша бала күннен Ержанның достары, үйі барлығы оны Жан деп атайтын. Айша мен Ержан бала күннен сыныптас әрі жақын достар. Екеуі бірін-бірі ұнатады. Бірақ Ержан сезімін айтуға ыңғайсызданып, бір жағы Айша дұрыс түсінбей, достықтарын жойып алам ба деп қорқады. Сол себепті екеуінің достығына ұзақ жылдар болды. Кешкісін Айша Раяның үйіне келді. Есікті Жанаділ ашты. Оны көріп, таңданып тұрып қалды. Айша деп Жанаділ де орнынан тұрды. Айша, келдің бе? Үйге кір, қысылма, деді Рая. Я, жақсы, қазір. Бүгін ерте шығыпсың ғой. Шайда ішіп үлгереміз. Танысып қой, менің нағашым. Менен бір ағайға үлкен ағам. Құрдасым Жанаділ. Осылай аға деп айтпасам, бала күннен ашуланады деп қалжыңдады Рая. Біз таныспыз, Рая, деді Жанаділ. Бұл қалай? Қайдан? Сен оны қайдан танисың? Рая, біз бір топта оқимыз. Бүгін ғана таныстық деп жымиды Айша. Ой, Жанаділ, сен маған айтпадың ғой, қай универге ауысқаныңды? Айша,
ата-анам Германияға 1 жылға іс-сапарға кеткенін білесің. Анам қауіпсіздігім үшін Жанәділді осында оқуға көндірді. Саған бүгін таныстырамын деп ойлағанмын. Сендер танысып алыпсыңдар, қызық жағдай болыпты. Я, солай деді Жанәділ. Келіңдер шай ішіп алайық. Ғали апай дүкенге кеткен. Ыдысты өзі жуады, біз кетейік. Ай қыздар-ай, ұялмайсыңдар. Жолдарың болсын, мен жуып жинастыра салайын деп күлді Жанәділ. Рая, әлі уақытымыз бар ғой, неге асықтың? Дастарханды жинастырып кетейік. Айша, менің ертерек ағаймен кездескім келіп тұр. Үй тазалығы Ғали апайдың жұмысы. Жанәділ жуа саламын деді ғой, алаңдама. Айша, ештеңке етпейді. Өзім жинастыра саламын деді Жанәділ. Жарайды деп жымиды Айша. Айша, сен ыңғайсызданба. Жанәділ үйдің жалғыз баласы, өзі пысық. Бәрін істейді деп күлді Рая. Екеуі үйден шығып кетті. Көлікте Рая ағасы Жанәділді мақтап, оның көрікті бола тұра бір қызы жоғын айтып та қалды. Айша болса еш нәрсеге назарда салмады. Я, әрине, керемет ағаң бар екен. Биші қыздардың біреуімен таныстыра салсаңшы деп әзілдейді. Соны өзімде ойланып жүрмін, бірақ білесің, біздің қыздардың бәрінің басы бос емес. Дана, Ақсәуле үшеуің ғана. Сен менің ең жақынымсың ғой. Данамен таныстырсаңшы, ол да бір үйдің жалғыз қызы. Айша сөзімнің астарын түсінбейсің. Егер сен жеңгем болғанда жақсы болар еді. Сенің де ойламайтының жоқ екен. Ағама сендей қыз керек. Сенен артығы жоқ сияқты. Сабыр сақташ. Адамды ыңғайсыз жағдайға қалдырмай, өзің де білесің. Ержанды жақсы көретінімді. Маған одан артық дос, қамқор жан жоқ қой. Я, түсіндім. Сенің Ержаның алтын ғой, бірақ ол сені ұната ма? Ұнатса, неге сөз салмайды? Түсінбедім. Мүмкін ыңғайлы сәтті күтіп жүрген болар. Қайдан білесің? Я, мүмкін. Екеуің де қызықсыңдар. Сезімдеріңді мойындасаңдар не болды? Білмеймін. Уақыт көрсетер. Көлікті тоқтатып, көліктен шығып жатса, алдарында ағай келе жатыр екен. Қыздар, қалдарың қалай? Жақсы ағай, өзіңіз, деді Рая. Жақсы, деді Айша. Қыздар, жарайсыңдар. Ең бірінші болып сендер келдіңдер. Ағай, мен сізге айттым ғой, кешікпейміз деп. Рая, құрбыңның ашуы басылды ма? Айша, ренжіме. Ашумен саған қатты айтып жібердім. Менікі дұрыс болмады. Ештеңке етпейді. Ағай, мен де дұрыс жасамадым. Өте қуаныштымын. Ағай, сіздің құрбыммен татуласқаныңыз жақсы болды. Я, Рая, мен де қуаныштымын. Билеп болғаннан кейін барлығы үйлеріне қайтуға жиналды. Айшаға анасы қоңырау шалды. Ағасы Арман көлікпен соғысып ауруханаға түсіпті. Айшаға ағасының заттарын алып ауруханаға келуі керек. Әкесі мен үлкен ағасы басқа қалаға іс-сапармен кеткен. Айша, не болды, деді Рая. Арман ағам ауруханада. Көлігін соғып алыпты. Алаңдап тұрмын. Үйден заттарын алып ауруханаға баруым керек. Қазір мен сенімен бірге барамын. Екеуі үйге барып, қажетті заттарды алып ауруханаға жетті. Ағасын палатаға шығарыпты. Аздаған жарақат алған. Көлікте қызы Саяда болған екен. Ол қатты зардап шекпеген. Жағдайы жақсы. Басқа палатада. Сәлеметсіз бе, Жазира апай? Қалың қалай, қызым? Жақсы, деді Рая. Аға, қалыңыз қалай? Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Бәрі жақсы ма? Қалайсыз деп жағдайын Рая да сұрады. Я, жақсы. Алаңдамаңыздар. Бәріңізді әуреге салдым. Бұл қалай болып жүр? Көлікті жылдам жүргізбеуші едің. Қорқып кеттім ғой. Айша, алаңдайтын ештеңе жоқ.
Алдымнан шыққан адам байқамай ұйықтап кетіпті. Қайта бәріміз аман саумыз, осыған да шүкір. Я құлыным, шүкір бәріне. Айша, сен де байқап жүрш, сендерге үнемі алаңдап отырамын. Жақсы анашым, байқап жүреміз. Біз Саяның жағдайын біліп келейік. Айша мен Рая Саяның палатасына барды. Сая дым болмағандай алма аршып жеп отыр екен. Сәлеметсіз бе? Мен Арманның қарындасы Айша, мынау құрбым Рая, танысып қояйық. Айша, сен бе? Сені сырттай танимын. Ағаң айтқан болатын деп Айша мен Раяға менсінбей қарады. Екеуі мұны байқаса да сыр білдірмеуге тырысты. Екеуі палатадан шыға сала Рая, Айша, жаңа ғана сенің болашақ жеңгеңмен таныстық па? Расымен сенің жеңгең бола ма? Қалайша? Арман аға мінезі жақсы адам. Мына қыз оған мүлдем сай емес қой. Иә, мен де байқадым. Бірақ не істей аламыз? Махаббат деген осы болар. Ағама ұнаса, біз не істей аламыз? Рас айтасың. Кейде адамдар таңдаудан қателесіп жатады. Өкінішке орай, иә, үнемі менің айтқаныма келіспейтінсің. Бүгін ойымыз бір жерден шыққандай ма? Махаббат деп адамның жаман мінезін байқамау дұрыс емес шығар. Және де сырт келбетін ұнатып, ішкі дүниесіне үңілмеуге болмас. Ой Айша, сен бір тынып тұрған психолог. Менің ойымша ағай келбетіне мінезі сай жан деп ойлаймын. Ағай, байқа. Ертесінде түсте екеуі ауруханаға келуге келіскен. Жанаділ терезеден Айшаның көлігін көрді. Құрбың келіп тұр. Екеуің бір жаққа барасыңдар ма? Я, біз бүгін оның ағасын ауруханаға барамыз. Сосын биге. Жақсы, жолдарың болсын. Сенше шығып Айшамен сөйлеспейсің бе? Жоқ, универде сөйлесіп алғанбыз. Қазір оған не айтамын? Түсінікті. Рая аулаға шығып, екеуі ауруханаға келді. Саяны таңертең шығарыпты. Ол Арманға кездеспестен шығып кеткен екен. Айша ағасына жеміс-жидек тамақтар әкелді. Рая да үйден дәмді сорпа дайындап ала келіпті. Үшеуі отырып, әңгімелесіп, ауруханада тамақ ішті. Осылай күндер өтіп жатты. Арманға Сая арасында келіп кетеді, бірақ тамақ ештеңке әкелмейді. Айша мен Рая болса күнделікті тамақ әкеліп, көңілін көтеріп кетеді. Университетте Жанаділ Айшаға үнемі көмектесіп жүреді. Айшаның оған деген көзқарасы тек қана достық. Қыздардың биге деген дайындықтары тамаша. Сәрсенбі күні концерт болады. Сол себепті дайындықтарын күшейткен. Бүгінгі дайындықта билеп жатып, Рая аяғын ауыртып алды. Аяғым қайырып алған сияқтымын. Не болды деп жүгіріп келді Айша. Қане, көрейін деп ағай аяғын орнына салды. Рая шыдамай жылап жіберді. Қозғалта аласың ба? Қозғалтып көр. Ағай қатты ауырсынып тұр. Бірақ алғашқыдан басылғандай. Қазір мен сені ауруханаға апарайын. Қыздар, бүгінге дайындық бітті. Үйлеріңе қайта беріңдер. Ағай, құрбымды мен апарайын ауруханаға, деді Айша. Жоқ, өзім апарамын. Сен де үйіңе қайта бер. Я, Айша, сен ағаңды шығарып алуға барасың ғой, маған алаңдама. Ағайға ұнау үшін әдейі аяғыңды ауырттың ба, деді Ақсәуле. Осындай жағдайда қалай ғана жаман ойлай аласың? Жарайды, тез жазылып кет, деді. Айша Кенжебек Раяны өз көлігіне дейін көтеріп апарып отырғызды. Ақсәуле болса ашудан жарылардай болып тұр. Ақсәуле Кенжебекті ұнатып қалғанын оңашада оған айтқан болатын. Кенжебек болса оған Рая ұнайтынын айтқан.
Содан да болар, ол өте ашулы. Ауруханаға барар жолда Кенжебек өзінің Раяға деген сезімін білдірді. Рая, мен сені жақсы көремін. Сен маған бір көргеннен ұнап қалдың. Менің қызым боласың ба? Ағай, аяқ асты мұныңыз, мен күтпедім деп Рая таңданысын жасыра алмады. Білемін, сен де мені ұнатасың. Бізге не кедергі? Бір-бірімізді ұнатамыз. Уақытты жоғалтпай жақынырақ танысайық. Менің қызым болшы. Енді ағай, мен деп Раяна ойланып қалды. Я, боламын. Қатты қуаныштымын, Рая. Алдағы уақытта бақытты боламыз. Я, ағай, мұның қалай? Саған сезімімді айттым. Ағай, осыдан бұлай Кенже деп айтарсың. Жақсы, ағай. Жоқ, Кенже, осылай айтып үйреніп қалғаннан кейін ыңғайсыз екен. Бірақ мен тырысатын боламын. Жарайсың. Рая екеуі ауруханаға келді. Дәрігер қарады. Ауырсыну болатынын, 1-2 күнде жазылатынын айтты. Кешкісін Рая болған жағдайды сене алар емес. Армандаған ағайы ұсыныс айтқанына қуанғанынан өзін қоярға жер таппады. Айша мен анасы ағасын ауруханадан шығарып үйге келді. Сая шығуына келмеді. Ағасына дәрілерін беріп жатқан болатын. Телефоны шырылдады. Қуанышты жаңалықты бөлісуге Рая құрбысына хабарласқан еді. Алло, Айша, сенесің бе? Бүгін не болғанын? Не болды, қыз-ау? Сен білсең ғой. Ағай маған қызы болуға ұсыныс айтты. Қалай? Рас па? Ойнап тұрған жоқсың ба? Қалжыңың ба? Жоқ, рас айтамын. Көлікте болған барлық жайды Айшаға айтып берді. Құттықтаймын. Сонда да абайлашы, мен ағайға сен алмаймын. Өзі бір қызғұмар сияқты, қалайша тез. Ой, сенде бір жақсы сөз айтуға болмайды деп Рая күліп жіберді. Жарайды, ренжіме, ертең кездесеміз. Ағама дәрі беріп жатқанмын. Жақсы, онда көріскенше. Не болды, Айша? Не қылған жігіт? Аға, біздің би мұғаліміміз Жәмила Жандосовна іс сапармен басқа қалаға кеткен. Орнына Кенжебек ағай келген болатын. Ол маған ұнамайды. Бірақ бүгін Раяға өзін ұнататынын айтыпты. Қатты сеніңкіремей тұрмын. Рая қалжыңдап оны ұнатып жүргенін айтқан. Оған сен алмай тұрмын. Құрбыңды байқап жүр. Жақсылап танып білмесе қиын болады. Рая жақсы қыз ғой. Аға, саған Рая ұнап қалды ма? Ой, сенде. Қайдағыны айтып, жақында ғана болашақ жеңгеммен таныстың емес пе? Аға, расымен Саяға үйленесің бе? Я, бұйыртса, ағаңды қызғанып тұрсың ба? Деп қалжыңдады Арман. Аға, Сая маған бір көргеннен ұнамады. Өзін жоғары санайтын сияқты ма? Жоқ, мүлдем олай емес. Кеше ғана таныстың, сол себепті жақын араласа келе түсінесің, ол жақсы жан. Жақсы, аға. Уақыт көрсетер. Сенің таңдауың не болса да біз саған қарсы келмейміз. Ертесіне Айшаның үйіне Рая келді. Сәлеметсіздер ме? Рая, қызым, қалың қалай? Жақсы, Жазира апай. Арман аға қалай? Жақсы, жазылып келеді. Өз бөлмесінде. Кел, тамақтанып ал. Айша дүкенге кеткен, қазір келеді. Жақсы деп Рая үстелге отырды. Жазираға жұмыстан қоңырау шалды. Бір құжаттарды тезірек реттеп тапсыру қажет екен. Рая қызым, Айша мен Әлтайыр келгенше Арманға қарай тұрш, сосын дәрілерін бере салш. Жақсы, алаңдамаңыз, көп рахмет. Жазира кетіп қалды. Рая Арманның бөлмесіне барды. Бөлме сыртында Арманның Саямен ренжісіп жатқанын естіді. Арман ашу үстінде, стол үстіндегі суреттерді байқаусызда құлатып жіберді.
Рая бөлменің есігін қақты. Сәлеметсіз бе, Арман? Кіруге бола ма? Я, сәлем, кіре бер. Раушан апай, сізге дәрі бер деп еді. Жағдайыңыз қалай? Рая Арманның дәрісін берді. Көп рахмет. Үйге келгелі жақсы болып қалдым. Байқаусызда суреттерді құлатып алдым. Ештеңке етпейді. Қазір жинастырып аламын. Раяның қолына әйнектің сынығы кіріп кетті. Рая, байқамайсың ба? Кешір. Мен кінәлімін. Арман, ештеңке етпейді. Әйнектің кішкене сынығы, алаңдамаңыз. Өзімнен болды. Абайлап жинастыруым керек еді. Қалайша алаңдамаймын. Арман Раяның қолын таңып берді. Осы сәтте Арманның бойын ерекше сезім биледі. Бірақ ештеңке білдіртпеуге тырысты. Біраз уақыттан кейін Айша мен Әлтайыр келді. Арада біраз уақыт өтті. Университетке Айшамен кездесуге үнемі Ержан келіп жүрді. Ержан Айшаны ұнатады. Сол себепті оның өтінішін жерге тастаған емес. Екеуі бірге киноға барады. Демалыс күндерін жиі бірге өткізеді. Екеуінің жақын екенін Жанаділ білсе де, Айшаны өзіне қарататынына сенімді. Университетте Айшаға таппай жүрген кітаптарын тауып, қиын тапсырмаларды орындауына көмектесіп жүрді. Жанаділ осылай Айшамен достасып алды. Айша, кешке үйге кел, бүгінгі тапсырманы бітірейік деді. Я, жақсы Жанаділ, айтпақшы, кешкісін Ержанмен барамын, сен қарсы болмасаң. Я, қарсылығым жоқ, келе беріңдер. Кешкісін Айша Ержанмен бірге Раяның үйіне келді. Ғали апай дәмді етіп, кешкі тамақты дайындап қойыпты. Төртеуі бірге тамақтанып алды. Бірақ Ержан Жанаділдің Айшаға қараған көзқарасына қарап, қызғанса да ештеңке болмағандай кейіпте отырды. Айша мен Жанаділ тапсырмаларын аяқтады. Ержан Айшаны үйіне жеткізіп салды. Бүгін сәрсенбі, конкурс болатын күн. Барлығы қобалжу үстінде. Айшаны қолдауға ата-анасы, інісі Әлтайыр, ағасы Арман мен Сая, Ержан келген болатын. Ержанды Айшаның отбасында барлығы сыйлайды. Анасы мен әкесі оны өз ұлдарындай көреді. Әлтайыр мен де жақын дос, оны өз ағасындай, досындай жақсы көреді. Сырлармен де бөліседі. Раяны қолдауға Жанаділ де келген болатын. Айша, Рая, алға, сендер жеңесіңдер. Мен сендерге сенемін деді Жанаділ. Рахмет деді қыздар. Қыздар, қорықпаңдар, бәрі жақсы болады. Біз жеңіске жетеміз. Тек қана өзімізге сенейік. Я, ағай. Айша, қорықпа, мен сенімен біргемін деп, Ержан оны құшақтап алды. Барлығы таңғалып тұрып қалды. Айша болса, өзіне деген сенімділігі артып, қорқынышын басты. Қыздар сахнаға өнерлерін көрсетуге шықты. Керемет биледі. 30 шақты топтың арасынан бас жүлдені жеңіп алды. Қыздарды жеңіспен барлығы құттықтап жатты. Жарайсыңдар деп, Ержан мен Арман екеуі құттықтап, гүл шоқтарын ұсынды. Сая алыстан құттықтаған сыңай танытып, Жанаділ де гүл шоқтарын берді. Кенжебек те құттықтап жатты. Сіз Раяның ұстазы Кенжебексіз бе? Деді Жанаділ. Я, мен. Танысқаныма қуаныштымын мен. Мен Раяның ағасы Жанаділ боламын. Осылай тұрғанда бұларға Арман мен Сая келді. Олар да өздерін таныстырды. Айшаның ағасы Арман, болашақ жеңгесі Сая, Кенжебек. Саяны көргенде өзіне сене алмады. Сая оның негізі қызы болатын. Екеуі бірге жүргенде ақшадан қысылып, Сая ақша үшін басқа жігіттермен жүрді. Ал Кенжебек қыздарды қолғап сияқты ауыстырып, ақшаларын пайдаланып жүрген болатын. Сол себепті екеуі бір-бірін көріп таңғалып қалды. Келесі құрбандықтары Рая мен Арман екен. Екеуі сыр білдірместен бір-бірмен таныс емес кейіпте болды. Олар өздері пайдаланып жүрген жандар. Таныс екеніне таңғалды. Концерттен кейін Кенжебек Раяны тамақтануға шақырды.
Тамақтанып болғаннан кейін, ой, асығып жүріп, ақшамды қалдырып кетіппін, ыңғайсыз болды-ау. Кенже, ештеңе кетпейді, өзім төлеймін. Менің ақшам сенікі, сенікі менікі, ешқандай артық әңгіме болмасын. Осылай әртүрлі сылтаумен Кенжебек Раяның ақшасын пайдаланып жүрді. Сая болса, Арманға қымбат заттар алғызып жүрген екен. Ержан мен Айша өздері бөлек жеңістерін атап өтуге кеткелі жатқан. Жанәділ қастарына келіп, мен де сендермен барамын деді. Жақсы, бізбен жүр деді Айша. Ержан өз қарсылығын білдіре алмады. Үшеуі бірге ресторанға келді. Тамақтанып отырған кезде олардың столына музыканттар келіп, скрипкада ойнап кетті. Жанәділ мен Айша еш нәрсе түсіне алмады. Айша, сен маған бала күніңнен бері ұнайсың. Осыған дейін сенің досың болып келдім. Бүгін саған өз ішкі сезімімді айтқым келеді. Мен сені жақсы көремін. Мен үшін ең керемет жансың. Менің қызым боласың ба? Қолымда бірдей алқа. Мұның не сенің деп Жанәділ атып тұрды. Айша, мен де сені жақсы көремін. Мен де саған дәл қазір сыйлар ештеңке жоқ. Бір білерім, сені қатты жақсы көремін. Айша, сен маған бір көргеннен ұнадың. Менің қызым болш, мынаны таңдама деді Жанәділ. Айша ойланып тұрып, Жанәділ, көңіліңе рахмет. Мен Ержанды жақсы көремін. Сен де маған бұрыннан ұнайсың деді Жанәділ. Саған айтарым, бізге бақыт тіле. Жолымызда тұрма, сен де өз бақытыңды табасың. Ержан қуанғаннан алақаны Айшаның мойнына тақты. Жанәділ ештеңе деместен кетіп қалды. Келесі апта Айшаның туған күні. Барлығы дайындалып жүр. Рая Кенжебекке ерекше сыйлық алайық деп ұсыныс айтты. Кенжебек те келісті. Екеуі бірге дүкендер аралап жүрген. Кездейсоқ дүкен ішінде тұрған Саяны Рая байқап қалды. Саяның жанында басқа адам. Екеуі жақын жандар сияқты. Саяжан, қай сумканы аласың, қайсысын таңдайсың? Сен үшін бәрін беруге дайынмын. Мұнан алайын, сатушы қыз. Бұл дүкендегі ең бағалы сөмке. Таңдауыңыз тамаша. Осы сөздерді естіп, Рая өз құлағына өзі сене алмады. Кенжебек екеуі біраз аралап жүріп, қымбат білезік сатып алды. Әрине, ақшаны Рая төледі. Кенжебек әжетханаға бару керектігін ескертіп, сылтауратты. Кешкісін қонақтар, Айшаның достары, құрбы-құрдастары бәрі ресторанға жиналды. Әкесі Асқат пен анасы Жазира қонақтарды жақсы қарсы алды. Ержанның ата-анасы мен қарындасы да келді. Олар қаладағы ең беделді адамдар. Әкесі білікті дәрігер, анасының жеке бизнесі бар. Қарындасы Аружан болашақ дәрігер. Олар болашақ құдалармен сырға салу келешектегі той жайында сөйлесуге келген. Әзірге бәрі құпия. Ержан ештеңе айтпауларын өтінген. Олардың да Айшаға көзқарастары жақсы. Өз қыздарындай көреді. Жастар ортаға шығып биледі. Баяу ырғақты ән ойнады. Ортада Айша мен Ержан екеуі ерекше тебіреністе биледі. Арман мен Сая, Кенжебек пен Рая, Асқат пен Жазира, Әнуар мен Гүлнұр тағы басқалары биледі. Жанәділ жалғыз тұрған Дананы көріп биге шақырды. Сәлеметсіз бе? Сізбен билеуге бола ма? Иә, екеуі бірге билеп жүріп, бір-бірімен жақынырақ танысты. Барлығы Айшаны құттықтап, сыйлықтарын табыстап жатты. Ержанға сөз кезегі берілді. Кенет залдың жарығы сөніп, бар жарық Айша мен Ержан екеуіне түсті. Туған күніңмен жаным. Айша, сен менің ең алғашқы махаббатымсың. Саған деген сезімім шексіз. Сені қатты жақсы көремін. Сендей қыз мен үшін әлемде жалғыз. Сені бақытты етемін. Маған тұрмысқа шығасың ба деп Ержан әдемі гүл шоқтарымен сақина ұсынды. Я деп жауап берді. Ортаға торт әкелінді.
Барлығы қол шапалақтап, екеуін құттықтап жатты. Жанаділ де құттықтады. Сендерді құттықтаймын. Бақытты болыңдар. Мені кешіріңдер. Осындай керемет махаббаттың ортасына түсіп, өзімді жаман сезініп тұрмын. Ештеңке етпейді. Өмір болғаннан кейін бәрі болады. Жанаділ Дананың телефонын алып, әрі қарай таныстық жалғастырмақшы. Дана да қарсы емес, екеуі бір-бірін ұнатып қалған сияқты. Айша көйлегін ауыстыруға кетіп бара жатып, екі адамның сөйлесіп тұрғанын байқады. Бұл Сая мен Кенжебек екен. Жаным, байқаймын, сен Арманмен қатты жақындасып кетіпсің. Жақында той деген сөздерді құлағым шалды. Бұл қалай? Кенже, өзің де білесің, менің онымен шынайы жүрмегенімді. Алаңдамаш. Жақында ол маған ұсыныс жасап, көлік сыйлайды. Соны өзіме аударып алайын, сосын бір себептер табамын. Ол маған ессіз ғашық, жағдайымызды жасап алайық. Кейін екеуміз бірге Анталияға барып, бақытты боламыз. Мені қойш, сенше. Билерің тіпті ерекше. Раяны ұнатып қалып жүрме. Мен сені кешірмеймін. Ой, сенде бір. Ол менің таңдауымдағы қыз емес. Сен ғой менің махаббатым. Оны мен ойнап жүргенімді білесің. Ертерек бәрі бітіп, тезірек кетсек екен. Иә, екеуінің таныс болуын қараш. Біз бірақ жарадық. Енді жиі кездесіп тұрамыз. Тезірек ақмақ қыздың ақшасын өзіңе аударып ал. Көлікті атыма түсірген бойда кетеміз. Билеттер дайын. Тамаша жұмыс, жаным. Осы сөздердің бәрін естіп, Айша не істерін білмеді. Өз құлағына өзі сенбеді. Раяға көрген жайды айтуға шешті. Рая, саған айтарым бар. Я, не болды? Айта бер. Саған қазір айтатын затыма сабырмен, түсіністікпен қара. Не ол? Түрің бозарып кетіпті ғой. Айта бер, тыңдап тұрмын. Не болып қалды? Бір жерің ауырып тұрма? Рая, Кенжебек сені Саямен бірлесіп алдап жүр. Бұл не дегенің? Түсіне алар емеспін. Олар бізді жоқ. Ағам екеуіңді алдап жүр. Енді не істейміз құрбым? Ол екеуі бір-бірін баяғыдан таниды екен. Сендердің ақшаларыңа қызығып, сендер сияқты адамдарды алдап, сезімдермен ойнап жүреді екен. Айша, Раяға естігеніңнің бәрін айтты. Рая не дерін білмей жылап тұрып қалды. Мүмкін емес. Ағам Саяға үйленуге ұсыныс жасағанын білесің. Енді осы жайды айтсам не болады? Сені де түсініп тұрмын, құрбым. Жыламашы деп Раяны құшақтады. Бір мәнісі болар. Біреу үстімнен су құйып жібергендей болып тұрмын. Енді ағаң қандай күйде болмақ? Осы сөздерді кездейсоқ естіп қалған Арман, не дейсіңдер? Бұл не әңгіме деп ашуланды. Аға, сабыр сақташ. Қазір бәрін түсіндіремін. Болды. Керек емес, Айша. Сая мен Кенжебек келе жатыр екен. Жаным, не жиналыс болып жатыр? Түріңе не болған? Түріңе не болған? Осындай сұрақ қоюға ұялсаңшы. Неге? Мен ұялуым керек. Не айтып тұрсың? Сен менің сезіміммен ойнадың. Дәл қазір. Өмірімнен кет. Сені мүлдем көргім келмейді. Не деп тұрсың? Сая, азғантай ұятың болса кет қазір. Біз Кенжебек екеуің жоспарларыңды білеміз. Қазір кетіп қалғандарың жөн болар, деді Айша. Кенжебек, екеуіңе айтарға сөзім жоқ. Оңбаған екенсіңдер, кетіңдер, деді Рая. Жарайсыңдар. Тамаша. Ақыры бәрін біліпсіңдер. Сендер айтпасаңдар да кетеміз. Арман Кенжебекті жұдырықпен ұрып жіберді. Ятсыз деп Рая да Саяны шапалақпен салып қалды. Маған қол көтеруші болма, сен кімсің деп Сая Раяны ұрмақшы бола бергенде Арман оның қолын ұстап қалды. Кенже, кеттік. Мына ақмақтармен ақмақ болмайық. Жарақаттанған Кенжебекті тұрғызып бірге кетіп қалды. Арман ашуланып, өзін қоярға жер таппай тұр. Аға, сабыр сақташ, әлі бәрі жақсы болады.
Енді еш нәрсе жақсы болмайды. Неге олай дейсің? Бәрі жақсы болады, Сая. Осы әлемдегі жалғыз қыз ба? Әлі бақытыңды табасың. Тек сабыр сақта. Я, сабыр сақтаңыз, деді Рая. Қыздар, өтінемін, жалғыз қалдырыңдаршы мені. Оңаша қалғым келіп тұр. Жақсы. Екеуі арманды қалдырып шығып кетті. Рая, саған да ауыр білемін. Ағамды не істейміз? Екеуіңе неге сондай адамдар жолықты? Мені қойшы құрбым. Үйленем деп жүрген адамым алдап кеткені. Ағаңды уайымдап тұрмын. Жаным, құрбым менің. Әрқашан қуанышта да, қиындықта да менімен біргесің. Екеуі құшақтасып, жылап отырған. Қыздар, неге жылап жатсыңдар? Рая, уайымдама. Сенің құрбыңмен араласуыңа кедергі келтірмеймін. Біз үйленсек те бір қаладамыз. Жыламаңдар қыздар деп, қалжыңдап екеуін Ержан жұбатуға тырысты. Ержан, сен білесің бе не болғанын? Айша барлық болған жайтты оған айтып берді. Қыздар, жыламаңдар, бәрі жақсы болады. Қазір ағаң қайда? Оны жалғыз қалдырдық. Оңаша қалғысы келеді. Адамды мұндай жағдайда қалай жалғыз қалдыруға болады? Ол өзі жалғыз қаламын деп өтінді, деді Рая. Айша, Арманды өзің де білесің ғой. Ол өте сезімтал, барлық затты қатты қабылдайды. Өзіне бірдеңке істесе не істейміз? Жүріңдер тезірек, ағама барайық. Барлығы келсе, Арман орнында жоқ екен. Есіктегі күзетшіден сұраса, көлігіне отырып кетіп қалыпты. Қоңырау шалса, телефоны өшірулі. Қайдан іздерлерін білмей, естерінен тана жаздады. Достарының барлығына хабарласып көріп еді. Ол жақта да жоқ екен. Біраз уақыттан кейін Ержанға телефон соғылды. Алло, сәлеметсіз бе? Мен ауруханадан хабарласып тұрмын. Сіз телефон иесін танисыз ба? Соңғы рет сізге хабарласыпты. Я, айта беріңіз. Ағам болады. Қазір оған ота жасалып жатыр. Ауруханаға тез жетіңіз. Қай аурухана? Қазір жақсы. Қазір барамыз. Не болыпты ағама? Неге ауруханаға? Айшаның сұрақтары таусылар емес. Қыздар, сабыр сақтаңдар. Арман жол апатына ұшырапты. Тезірек ауруханаға барайық. Барлығы келді. Айша қатты уайымнан есінен танып қалды. Ержан Айшаның қасында болды. Рая Айшаның ата-анасына хабарласты. Ата-анасы келді. Не болды? Аяқ асты. Неге көлікті жылдам жүргізген? Айша қайда? Кешіріңіздер. Рая болған жайдың бәрін айтып берді. Ата-анасы таңғалып, не дерлерін білмеді. Негізі олар да Саяны ұнатпайтын біліп едім. Осы қыздың ұлыма Сая емес екенін деп Жазира жылай берді. Асқат әйелін жұбатуға тырысты. Дәрігерлер келіп, отаның жақсы аяқталғанын айтты. Рая қуанышты жаңалықпен бөлісуге Айша мен Ержанға барды. Айша есін жиыпты. Мен бәріне кінәлі. Мен шындықты айтпағанда, ол естімегенде мұндай жағдай болмас еді. Ағам менің кесірімнен қазір ауруханада. Жаным-ау, өзіңді жазғыра берме. Сен айтпасаң да шындық бір күні ашылар еді. Айша, алаңдама. Операция сәтті өтті. Сен ағаңды үлкен алаяқтан құтқардың. Я, Рая дұрыс айтады. Уақыт өте келе Арманның жарасы жазыла бастады. Айша мен Ержан, Рая үшеуі ауруханаға жиі келіп біліп жүрді. Осылай біртіндеп Рая мен Арман жақын достарға айнала бастады. Арман үнемі Раяның келуін күтіп отырады. Өзінің Раяны ұната бастағанын сезді, бірақ сыр білдірмеуге тырысады. Рая мен Айша бүгін ауруханаға келген еді. Айшаға аяқ асты Ержан қоңырау шалды. Рая, ренжімесең, ағама тамағыңды сен апарып бере берші. Ержан мейрамхана таңдауға шақырып жатыр. Той жайында сөйлесеміз дейді. Я, жақсы. Алаңдамай бара бер. Рахмет құрбым. Сен болмасаң, Рая палатаға кірді. Сәлеметсіз бе? Қалайсыз?
Жақсы, өзің қалайсың? Айша қайда? Айша келген. Ержан оны шақырып кетті. Бүгін мейрамхана таңдайды екен. Тамақтанып алыңыз. Көп рахмет. Әлденен уақытта Арман сөз бастады. Рая, саған бір зат айтсам бола ма? Айта беріңіз. Маған бүгіннен бастап сен деп сөйлеш. Сенен небәрі 2 жас үлкенмін ғой. Өзімді ыңғайсыз сезінемін. Сіз менің құрбымның ағасысыз. Менің де сен деп сөйлегенім дұрыс болмас. Әрі маған да ыңғайсыз. Ештен кетпейді. Үйренесің. Мен сенің ағаң емеспін ғой. Сондықтан өтінемін. Бүгіннен бастап сен деп сөйле. Екеуміз ендігі жақын дос болып кеттік қой. Достар бір-біріне сіз деп сөйлемейді. Жақсы, айтқаныңыз болсын. Міне тағы басталды. Арман күліп жіберді. Кешіріңіз. Жоқ. Ой, кешір. Жарайсың. Енді дұрыс болды. Осылай екеуінің қарым-қатынасы жақсара бастады. Айша мен Ержан тойғамына кірісіп кетті. Ағасын ауруханадан шығарғаннан кейін Айшаның ұзату тойы болды. Сосын тойлары, екеуінің бос уақыттары мүлдем жоқ. Жақында көптен күткен бақытты кезеңдері. Сол себепті екеуінен бақытты адам жоқ. Ал Жанәділ мен Дана жұп болып жүріп жүр. Жанәділ бос уақытында Раяның да көңілін табады. Бәрі ұмтыла бастағандай. Бүгін Арманды отбасы ауруханадан шығарып алды. Айша мен Рая той көйлегін таңдауға бірге дүкенге барды. Рая Айшаның үйіне келіп жүрді. Айша оған өзінің той көйлегін киіп көруін өтінді. Айша, қалай киемін? Не үшін? Не қалай? Көргім келеді. Саған қалай жарасады екен? Көйлек қалай көрінеді екен? Сен де қызықсың. Өзіңе арнап сатып алған киім. Мен кие алмаймын. Құрбым, жан құрбым болсаң киесің. Жарайды. Жақсы. Рая той көйлегін киді. Осы кезде бөлмеге Арман келіп қалыпты. Арман тосыннан Раяны мұндай күйде көріп, көз жанарын ала алмады. Аға, не болып қалды? Не ойлап тұрсың? Қыздар, сендерді тамақтануға шақырдым. Қазір барамыз аға. Рая, саған көйлек тамаша жарасады екен. Рахмет. Айша, қарашы ыңғайсыз болды. Ағаңнан ұят болды. Несі ұят? Кез келген қыз ақ көйлекті армандайды. Киіп көргеннен ештеңке етпес. Ерте ме, кеш пе, сен де киесің ғой. Сен де бір бұйырса, Арада 1 апта өтті. Бүгін Айшаның ұзату тойы. Бәрі қуанышты. Бір жағы ата-анасы қимастықпен жүр. Қыз жолдас әрине Рая болды. Жігіт жолдас Ержанның бала күнгі досы Райымбек еді. Айшаның ұзату тойы қымбат мейрамханада өте жақсы деңгейде өтті. Райымбек Раяны бір көргеннен ұнатып қалды. Бұл тағдыр шығар. Екеуміздің де есіміміз Р әрпінен. Бұл сәттілік, жақсылық деп қалжыңдап қояды. Оның көзқарасын байқаған Арман Раяны қызғанды. Бірақ ештеңке істей алмайды. Себебі ол Раяға ешкім емес еді. Бүгін Айша мен Ержанның тойлары. Арман оңашада Ержанға Раяны ұнататынын айтты. Ол мені ұната ма, білмеймін. Не істеймін? Арман, сенің бұлай жүргенің болмас. Не болса да, оған бірінші әрекет жаса, досым. Райымбек те Раяны ұнатып қалыпты. Ертерек қозғалмасаң, айырылып қаласың. Райымбек бір ойлаған ісіне соңына дейін жетеді. Мен де байқадым. Бүгін қайтсем де Раяға өз сезімімді айтамын. Той басталды. 2 жас ортада биледі. Тағы да баяу музыка ойнады. Арман Раяны биге шақырғысы келеді. Бірақ Райымбек бірінші болып Раяны шақырып үлгерді. Рая да қарсылық танытпады. Арман қатты ашуланды. Ештеңке демеді. Сабыр сақтауға тырысты. Той қызықты, есте қаларлықтай болып өтті. Той аяқталды. Рая, сені шығарып салайын, деді Райымбек.
Мен Жанаділмен қайтамын. Көңіліңе рахмет. Жақсы, ертеңге дейін. Жақсы, кездескенше. Дана көлікте Жанаділді күтіп отырған болатын. Рая көлікке қарай келе жатыр еді. Рая, сен бүгін үйге апара алмаймын. Дананы бір жерге жеткізуім керек. Сен Арман апарады. Жақсы. Таксимен кете берер едім. Жоқ, жалғыз жүру қауіпті. Жақсы, жолдарың болсын. Рахмет. Арманның көлігі тоқтады. Көлікте екеуі үнсіз келе жатыр. Әуен ғана естіледі. Рая аздап серуендеп қайтсақ қайтеді. Жарайды. Екеуі су жағасына келді. Көліктен түсті. Аздаған әңгімеден кейін Арман досын сый жасады. Көліктің артын ашты. Шарлар аспанға көтеріліп, қолында қымбат сақина. Рая таңданып қарап тұрды. Рая, мен сені шынайы жақсы көремін. Шын жүрегіммен. Сенен айырылып қалғым келмейді. Кішкентайда болса маған көңілің болса, менің қызым боласың ба? Менің жұбым боласың ба? Білемін. Бәрі тосыннан, бірақ басқалай жасауым мүмкін емес. Сені жақсы көремін. Арман, бұл енді асығыс шешім болмай ма? Сен жақын құрбымның ағасысың. Білмеймін. Мұнымыз ұят болар. Олай ойлама. Барлығы сені ұнататынымды біледі. Тіпті Айша да. Бір мүмкіндік бер. Бәрі жақсы болады. Рая өз келісімін берді. Бұл күн барлығы үшін ерекше, есте болар күн болды. Айша мен Ержан ұлды болды. Есімін Данияр қойды. Уақыт өте келе Арман Раяға үйленуге ұсыныс жасады. Рая да келісімін берді. Қос құрбы бақытты. Достықтары бұрынғыдан да берік, шынайы. Жанаділ мен Дана да үйленді. Бәрі өз жұбын тапқан бақытты отбасы. Шынайы достық жетістікке, биік мақсатқа, бақытқа, арманға, сенімге, жақсылыққа жетелейді екен. Шынайы достықсыз өмірдің мәні жоқ.